орман іші. Микки қолына себет ұстап, гүл теріп жүр. Қандай тамаша күн. Құстар да қуанып тұрғандай. Мына гүлдерді көршім қоянға апарып беремін. Қатты ауырып қалып еді. Микки, сен неге өз уақытыңды босқа кетіресің? Өз өміріңді ойла. Мысалы, мен тек өзіме керек нәрсені ғана жасаймын. Бәрібір біреу соңында ренжиді. Гүл, достық, мейірім, бәрі бос әңгіме. Ой, бақа, сен неге ренжіп отырсың? Қарашы, күн қандай әдемі. Ал маған бәрібір. Күн ыстық болса ыстық, жаңбыр болса су. Ештеңе ұнамайды. Ха-ха-ха, бақаға ештеңе ұнамайды. Әуре болма, Микки. Ендеше, бүгін бәріңді қуантудың жолын табамын. Микки бұлақтың жанына гүл отырғызып, су шашып жүреді. Қараңдаршы, мына жер қандай әдемі болады. Ал бәріміз бірге жұмыс жасасақ, бұдан да әдемі болады. Иә, жаман емес сияқты. Жасыл гүлдер мен судың иісі де жаман емес екен. Жарайды, мен көмектесейін. Ал мен көмектессем, суретімде нағыз батыр боламын. Мына гүлдердің фонында суретке түсемін. Керемет, достар, бірігіп көтерген жүк жеңіл. Микки, білесің бе, сенің арқаңда мен бүгін бірінші рет өзімді жақсы сезіндім. Мен де мойындаймын. Өзімшіл болмай, өзгелерге де көмектесу көңілді екен. Көрдіңдер ме, достар? Бір-бірімізге көмектессек, бәріміз де бақытты боламыз. Мейірім бәрін өзгертеді. Ал достық ең үлкен байлық.